Бәріңе сәлем, жаңа видеома қош келдіңіздер. Мен сіздерге көптен бері влог түсірмей кеттім. Сондықтан да осы мәселені шешу үшін бүгін мен сіздерге 2-3 күндік влог түсірейін деп жатырмын. Мен деген қазір уже 30 минуттан кейін биге шығуым керек. Бүгін де 16 желтоқсан, праздникіне қарамастан бүгін бізде би бар. Алдында суббота күні бізде деген основной занятие еді, бірақ мен оған ауырып қалғандықтан бара алмай алдым. Есіне бүгін праздник күні, бәрі демалып отырған кезде бүгін тренироваться етеміз. Сондықтан да бүгін хотя бы бүгін қалмау керек. Маған өздеріңіздің осы жаңа жылға немесе өздеріңіздің маған туындаған сұрақтарыңызды комментарийға немесе менің инстаграм парақшамның ең соңғы постына жаза кетіңіздер. Соған келесі видеомда может мен сіздерге сұрақ-жауап видеосын түсіріп қалармын. Мен жайлы көп информация әлі ешкім білмейді. Сіздерге қызықты болса сұрағыңызды қоя кетіңіздер. Мен киініп дайындалып болдым, сол баяғы Total Black. Но кроме носки. Новогодний настроение беріп тұрады тек қана осы носки. Мен жақтымда салқын, слишком салқын. Ужас. Мен даусым естіп тұрам бар деген ойдамын. Қатты салқын. Дудың қалдым. И то мен кәдімгі опаздывать етіп жатырмын. Мен деген ол жаққа бару үшін 1,5 сағат бұрын шығуым керек. 1 сағат тек қана. Мен целый 5 минутқа опоздала. Ну да ладно. Олар әлі жаттығу жасап жатыр. Мен биден шықтым. Қатты ауырып тұрмын. Второй 2 минуттан шеш. Бүгін новый стептер үйрендік, соқтадым түсіре алмадым, кешін скучно болды. Еще мен ауырдым, едім дұрыс істей алмадым. Тек қана бізде 4 адам болды. Біреуі 10 минут қалғанда соған кетіп қалды, соңында ешкім болған жоқ. Еще біз кішкене 10 минутқа ұстап қалды. Қазір қатты ауырып тұрмын. Біз деген остановкаға бара жатырмыз. Қаласап салқын, тоң қалдым. Мен деген биден келгеннен кейін кешкі асымды ішіп алдым. Одан кейін қазір ағылшын тілін орындайын деп жатырмын. Ағылшыннан бізге үй жұмысына short эссе про food берді и информация мен интервью алуым керек болды. Одан кейін бітті. Жоқ, еще мен среда күні болатын сормен сочқа дайындалуым керек. Себебі ертең менің қолым оларға босамайтын сияқты. И чтобы ертең рахаттанып жүру үшін бүгін бәрін аяқтан деп жатырмын. Аяқтап бір уақыт жасайын деп жатырмын. Бізде географиядан тек қана за 2-ші тоқсанға бір сор болады, және де ол қиын болатын сияқты. Сондықтан да кәдімгідей тщательно оқу керек оның бәрін. Не дегенмен география таңдау пәні болғандықтан. Еще менің басым қатты ауырып тұр. Басым еще насморк и бүткіл денем, себебі аяз тиіп қалды. Еще биде деген әрен жүрдім. Бүгін биде жаңа септар үйрендік. И соның бәрін оқымастан бұрын дене бойынша жаттап алу керек. Болады, адамдар по памяти жаттап алады, и дене бойынша жаттап алады. Дене бойынша жаттап алған оңай сияқты, себебі ұмытып қаласың, сен денең билей береді. Так. Және де сіздерге бұл влог кішкене пайдалы болу үшін, әсіресе қыздарға, балдарға тоже. Сіздерге мен өзімнің жаңадан алған бет жуатын кремдерімді көрсетейін деп едім.
Мына осындай екі крем, мынау бірі умывалка, ал біреуі скраб. Мынаны көбісі рекомендовать етті, және де бәрі жақсы деп айтып жатыр. Бәрі мақтап жатыр. Әлі екеуімен де қолданып көрген жоқпын. Мынау скраб, мынау умывалка. Осы видеоны соңына дейін қараңыздар. Өзім қолданып болғаннан кейін алуға бола ма, или қор басқа кремдер сияқты, простой крем ба, или бір эффект бере ма, бермей ма, соны деген қолданып болғаннан кейін айтам. Сондықтан да до конца қараңыздар. Английский цикорий шоколадный пирог. Енді смело үй жұмысын орындай беруге болады. Бәріне қайырлы менің влогымның екінші күніне қош келдіңіздер. Ұйқымнан тұрып, көзіме патч жабыстырып алдым, соны уақыты болды жағдайын деп жатырмын. Қазір деген бізде типа уральск подросткаларға бал маскарад ретінде біз сияқты, өзіміз сияқты подросткалар сондай қойып жатыр. Бәріміз, мен достарым, біздің мектеп, бәрі соған барайын деп жатыр. Таңғы асымды ішем, одан кейін шашын тікелеп, боянып, кейін таңдап, өзі қыздарға соғып, сонда барамыз. Қазір мен қарным қатты ашып тұр, сондықтан да кеттік тамақ ішуге. Мен деген шашын тікелеп, боянып болдым. Енді қазір әлі тамақ ішкен жоқпын. Сол тамақты ішейін деп жатырмын. Мен деген өзіме сырники дайындадым, бірақ что-то аппетит жоқ. Біз шықтық, кәдімгідей кешігіп бара жатырық, Тобаяға деп. Көптен бері көрмеген Балзира мен Ұлданазға тұрарды. Сонда келдік, адам тоғызды. Мен бірақ андай видео сұрамайым, потому что менде не ұстап қалуы мүмкін. Авторский право ұстап қалады. Всех поздравляем с наступающим Новым годом! Желаем всего хорошего, наилучшего! Біз деген, бітті, короче, шығайын деп жатырмыз. Вот, еще осындай. Ну, это нулевой этаж. Менде жаңа кештен үйге келдім. Мен осы влогты аяқтайын деп жатырмын. Кеше айтып кеткендей, видеоның соңында мен кешегі екі кремнің эффектісін айтамын дедім. Маған көбінесе скраб ұнады, себебі ода освежающий эффект бар екен. Ол жаз бен қыста өте жақсы деп ойлаймын. Ал умывалкаға келетін болсақ, ол деген бетті суқойландырмай, жақсы жуып болғаннан кейін жақсы күйде ұстап тұрады. Себебі көп кремдер, умывалкалар мен бетін жуып болғаннан кейін суқойланып, одан кейін увлажняющий крем жағып жүру керек еді, бірақ кеше екеуін жағып болғаннан кейін ондайды істеген жоқпын. Сіздерге де соны сатып алуға совет беремін. Ал енді мен осы влогты аяқтайын деп жатырмын. Сіздерге осы влог ұнаса лайк басып, комментарий жазуды және де ең бастысы арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Бәріңді келе жатырған жаңа жылдарыңызбен құттықтаймын. Бәріңе пока.